Оқушылар, бүгін біз сабақта жақсы оқушылар, бүгінгі сабақтың мақсатына жететіндеріңе мен сенім білдіремін. Бірігейік. Бірінші топқа көріп тұрмыз ғой, а? Бірінші топқа кім? Бірінші тобымыздың аты Шапағат болсын, екіншісі Мейірім. Бағалау парағын беріп қойын. Мынау бірінші топтыңкі, атында өзі түсіндірілген міне. Қоржын. Айта бер, жауап бере бер. Синоним, антоним, амоним сол бойынша сендерге ереже жаттау және мысалдар табуға берді. Қазақстанның қызыл кітабы неше томнан тұрады? Ердәулет жоқ, кім жауап береді? Ал. Дұрыс, өте дұрыс. Келесі. Маржан, ара сөзі амоним. Себебі? Қандай? Ара деген мысалға неге айтамыз? Аламыз. Ал енді бізде болжау әдісі болсын. Оқушылар тақтаға қараймыз, нені суретін көріп тұрмыз, енді бәріміз білеміз, е? Оған сипаттама берекші. Айта беріңдер орындарында. Ал. Жабайы, жарайды. Кекшіл, тағы. Жыртқыш. Сабақтың тақырыбы бүгінгі адам және жыртқыш аң екен. Мақсатымызды тақтада тұр. Тірек сөздермен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжаймыз. Одан кейін амоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай тапсырма орындау барысында қолданамыз. Кітапты ашамыз барлығымыз. Дәптерге бүгінгі күнді жазып қойыңдар. Бірінші мәтінмен жұмыс жасаймыз. Енді мына мәтінді маған оқып беретін оқушылар бар ма? Бөліп оқиық. Ал оқимыз. Бірінші бастайық. Сен қасқырға жамандық жасамасаң, оған жақсылық көрсетсең, ол қасқыр да саған жақсы қарайды. Саған қасық қылмайды, саған шабуыл жасамайды. Құдайдың жаратылысына, табиғатқа біз ешқандай зиянымызды тигізбеуіміз керек екен, е? Біз оларға тиіспесек, олардың да бізге зияны болмайды екен. Ал енді бізде келесі тапсырма оқушылар. Жеке жұмыс, үшінші тапсырма. Дәптерге орындаймыз оны. Оқылым мәтінінде дейді, мына біздің жаңағы оққан мәтінімізде қара әріппен жазылған сөздер тұр. Көріп тұрмыз ба? Соларды мағынасын, яғни синонимдерін табамыз. Бәріміз дәптерге тез орындап қояйық. Дескриптормын тақтада тұр. Синонимнің анықтамасын айтады, жаңағы тақтаға шығатын оқушы. Одан кейін мәтіннен синоним сөздерді табады. Мен сөйлеймін әдісі бойынша сұраймын сабақты. Осы жұмысты музыка қосамыз, микрофон кетеді. Музыка тоқтаған кезде мынаның астынан біреуін аласыңдар. Кімге қай сөз түседі, сол оқушы тақтаға шығып сол туралы айтады. Синонимнің анықтамасын айтады, жаңа қандай синонимін тапты, соны жазады, оқушылар тексереді, түсінікті ма? Бағамызды аламыз солай. Ал кеттік, бастаймыз. Микрофон бір-бірлеріңе бересіңдер. Яқа бере бер, осы топтан шығарайық бірінші. Ал, тұрамыз. Артынан бір сұрақты ал. Ашайық, қандай сөз? Осы қарамен берілген сөздер ғой, жазып келдім мен артына. Өргізеді деген сөз түсті. Шығамыз тақтаға. Үшінші тапсырма деді бар, жаза бер сөзіңді. Сөзіңді жаз, сызықша қойда, синонимін жазып қой. Келесі, қоя берек. Әкел.
Иә, соны. Жақсы. Маған үшінші тапсырмада микрофонда бар. Маған осы тапсырмадағы сұрақтарға жауап беру ұнады. Қызықты болды, рахмет. Жақсы, маған да сендермен сабақ өткен өте қатты ұнады, белсенді оқушы екенсің.